Олардың мақсаты өміріне төнген қауіпке қарамастан ел мен мемлекетті қорғау. 20 жыл бұрын бұғанасы қатпаған жас мемлекетті толық тоналып кетуден сақтап, қорғап, елдің еңсесін көтеруге көмектескен де солар болатын. Олар есірткі саудасына қарсы, демек біздің болашағымыз үшін, тұқымымыздың сау, ұлтымыздың ұлағатты болу үшін күресуде. Аңқауда алаяқтардың арбауынан арашалап, тынышта қауіпсіз өмірімізді қорғайды. Олардың жұмысы бүгінгі заман талаптарына сай техникаға сүйенген. Қай қылмыс болсын, қалтарыста қалмайды. Қай сәтте болмасын, олар көмекке келуге дайын. Елде бой көтере бастаған әлемдік экстремизм мен терроризмге қарсы алғаш тұрғанда осы сарбаздар еді. Отан үшін отқа түсуден қашпайтын, өмірін болашақ үшін қиюға дайын нағыз патриоттар да солардың қатарынан табылды. Елбасына қиын қыстау кезеңдер түскенде құрал жабдықсыз, қаржысыз қалған тұстары Қазақстан милициясы мойымады, шыңдала түсті. Ата-анасын қайтып көре ме, жұбайын өбіп, балаларын ойнатады ма, оны да білмейтін. Айлап ұйқы көрмесе де, туыстарының өміріне қауіп төнсе де, олар берілмеді. Олар өз өмірін құрбандыққа қия отырып, елді толық тоналудан құтқарды. Мемлекет пен халықты қорғап қалды. Сейчас вы почувствуете, как будто сзади вас кто-то стоит. Черная вот эта оболочка, никак не могу Прям внутри пройти и понять, что это такое. У вас там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Я к вам направил специально ангелов-целителей. Есть какие-то ощущения? Какой-то холодок, да, в области печени. Сущность ушел, и чистой космической энергии пошла. Вот это вы ощущаете. Қазір біздің көз алдымызда өтіп жатқан, әлі де жабайылардың жаулағаны емес, бұл сұмпайлар мен алаяқтардың қаптағаны. Жылпос, сұрқия, арамза, мүттәйім, аферист, әккі, қай кезде қай елде болмасын алаяқтарды осылай атаған. Ал шындығында алаяқ қылмыс әлеміндегі өзінше бір зиялылар сынды. Ол адам психологиясын соған орай, оның психологиялық ерекшелігін және орын алған жағдайға қарай қандай қимыл әрекет жасайтынын белгілі бір деңгейге меңгерген. Алаяқтық әдіс тәсілдің шегі жоқ. Ол көнеден келе жатқан кәсіп және адам баласы айлакерліктің қыр-сырын ертеден ақ игергені дәлел. Мемлекет, ел, қоғам дамыған сайын алаяқтың да амалдары арта түседі. Дегенмен де айлакердің қашанда сүйенетіні қарапайым адамның ақ көңілі. Олар біздің сенімізге қол сұғады. Дайте мне водички. Я пришла в кухню по воду. Су сұраған соң аулаға қарай кеткен едім. Баспалдақпен түсіп келеді екен. Ол жақта қалған ақшам бар еді. 3,5 мыңдай. Жекешелеуге дайындап қойған үйдің құжаттары, жеке бас құжаттары, еңбек кітапшасы бәрі де сонда болатын. Большинство людей это Жұртшылықтың негізі қарапайым еңбекқор жандар, ақ көңіл, адал адамдар. Олар жақсылыққа, оң іске сенеді. Біреумен шүйіркелесіп кетуге дайын. Басқа біреуге жақсылық жасауға өздері қашанда дайын тұратын болғандықтан, өзгені де өзіне сондай пиғылда деп сенеді. Қазақстан Республикасы, сұрапыл 90-шы жылдар. Кеңес одағының келмеске кетіп, ауырда қатал, сергелдеңмен кесапатты қарбалас жылдар. Көшеге балгер мен қайыршы қаптап, карта лақтырып, сан қаптыртатын, елдің басын сақинамен сиқырлап алған сұрқия жылпостардың бой көтерген кезі. Халық бағытын жоғалтқандай болса, милиция әлде бұғанасы қатпаған, ең ауыр кезеңін бастан кешіріп жатқан болатын.
В те годы в крупных городах страны ежедневно Осы регистрировалось... жылдары елдің ірі қалаларында күн сайын 15-20 алаяқтық фактілері тіркеліп, олардың 90%-ға жуығы ізінше ашылып жататын. Осылайша полиция мұндай қылмыс деңгейін барынша азайтты. 92-94 жылдар аралығында көшелерде орын алатын алаяқтық толығымен жойылды десек те болады. Алайда басқаның арқасында күн көргісі келетіндер адал азаматтарды арбаудың басқа жолдарын іздей бастады. 1994 жылы қазақстандықтар алғаш рет кәсіпкерлікке ден қоя бастады. Елдің байлыққа деген ұмтылысы жеке бизнесті дамыта отырып, тұңғыш пирамидалардың да пайда болуына әкеледі. Жұртшылықтың капиталистік қоғам туралы түсінігі әлде тұманды болатын. Оңай олжаға кенелсем деген қарапайым көңіл көп ұзамай су сірендей басылады. Қазақстанда алғашқы қаржы пирамидасы пайда болды. Ресейлік МММ-нің кең таралған жарнамасы жылпостар үшін жағымды жағдай жасап берді. Ақша табудың оңай жолдары 2 жыл бойы Останкинаның бірінші арнасынан түспеген Леня Голубковтан білуге болады. Қазақстандық МММ Смағұлов және Коға мыңдаған теңге ағыла бастады. Қыруар қаржы жинаған тұста компанияның иесі Нұрлан Смағұлов аяқ астынан із-ғайым жоғалып, 35 мың салымшы санырып қалады. Смағұлов және Ко компаниясының құрылтайшыларымен іліктес бірнеше компанияға қарсы қылмыстық іс қозғалды. Компания салымшылар алдындағы жалпы қарызы 630 миллион теңгеден асады. жылдың шілде айында Көкшетау соты Казросинвест проект жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Маржан Мұқанова мен оның құрылтайшысы Бақыт Әділоваға қарсы үкім шығарды. Сот үкіміне орай 2011 жылдың ақпан айында елден ақша тарту мақсатында Әділова мен Мұқанова келісе отырып, өзара көмек кассасы және миллионерлер клубы атты шағын несиелік ұйымдар құрады. Бастапқыда салымшыларға 1 айдан соң үстеме сыйақы беріле бастайды. Кейінірек менеджерлер арқылы ел арасында салымдардың Қазақстан мен Ресей арасындағы ірі жобаларға салынып жатыр. Қомақты дивидендке ие боласыңдар деген үгіт таратады. Осындай жарнаманың арқасында бұл алаяқтар 3000-нан астам азаматтың ақшасын иемденеді. Она приносит людям счастье, больше ничего, счастье только. Вы поймите, я сама получила 400, я положила на свою маму 100 тысяч, я положила на братишку, я положила свои сестренки, я положила свои подруги. Вы поймите, чтобы они тоже радовались. Люди с колен встали. Я 100 уложила, я 400 вытащила. Почему бы и нет? Мы на нее молимся, потому что... Бұл іс бойынша 2647 адам жәбірленуші ретінде танылды. Келген шығын 603 миллионнан астам теңге көлемінде. Айларға созылған тергеу жұмыстары, том-том қылмыстық істер, куәгерлер, айғақ дәлелдерді дәл табу. 2 жалған кәсіпкерді сот алаяқтық бойынша кінәлі деп танып, Мұқанова 6 жылға, Әділова 7 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Дүние мүліктері тәркіленді. Әлемді тіреп тұрғандар мен бүгінгі мәдени орта бұл бизнес бағдарламалардың ұзақ жылдарға арналғанын ескергісі келмеді. Бизнес-полиция. Алайда түрлі сақтандыру және инвестициялық компанияларға аз ақша салғандарды көп пайдаға кенелтпек жоспарлар үзілген емес, әлі қайта бой көрсетіп отырады. Мемлекет өсіп даму үстінде. Азаматтардың табысы молайып, тұрақтылық орнады. Ертеңгі күнге деген сенім пайда болды. Республика жаңа сатыға қадам басты. Алайда алаяқтар да амалдарын асырудың небір жолын таба бастады. Аңқаудың ақшасын қағу үшін аса ептілік танытып, әсерлі әдістер қолданатын болды. Ішкі істер органдар берген мәліметтерге сүйенсек, алаяқтыққа қатысты қылмыс қатарында озық тұрғанның бірі пәтермен алдау. Мысалы, полиция Шымкентте қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында тиімді шарттармен пәтер алып беруге көмектесетін айлакердің бірнеше тобын анықтады. Қайсы бір мемлекеттік мекеме қызметкері ретінде танысып, баспана мәселесін кезексіз, тиімді шартпен шешеміз деп уәде береді. Қазір сотталып үлгерген бір алаяқтың құрбаны Шымкент қаласының
Нұрсат мөлтек ауданындағы бір бөлме пәтер үшін нарықтағы бағасынан 3-4 есе арзан сомма 2 миллионнан астам ақша берген. Нәтижесінде арман үйге қол жетпей ақшадан да айырылды. Алло, мам, привет. Слушай, у меня тут проблема. Что случилось? Я тут человека сбил. Господи, кого сбил? Где? На чем? Сейчас я следователю трубочку дам, он сейчас все объяснит. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Николаевич, фамилия моя Чернов. Главное следственное управление. Мұндай алаяқтың айласы сіздің ұлыңыз жол апатына түсті немесе есірткі болмаса қарумен ұсталды деген жалған желеу. Бір зейнеткерді жылпостар түні ортасында тұрғызып, есеп шотына 29 000 теңге аудартқан. Баласына телефон шалып, білмек болған талпынысынан түк шықпаған соң, ұлы полицияға түсті дегенге сеніп қалған. Ақшаны аударуға терминалға дейін апарып салған көлік жүргізушісі көмектескен. Полиция мәліметтеріне сүйенсек, телефон алаяқтарының мұндай тәсілінен құрбандардың бәрі де хабардар болғанына қарамастан сеніп қалатын көрінеді. Каждый человек, который не хочет брать ответственность. Жауапкершіліктен қашқан әр адам басқаның арқасында күн көргісі келеді, бірақ алысқа бармайды. Алаяқтардың нағыз мүттәйімдігі танылатын дәстүрлі жылпостығы қарттарға қатысты. Әдеттегідей, зейнеткердің үйіне ел сенетін мемлекеттік құрылым атынан әйел адам келіп, олардың жиған тергенін көбейтіп, сақтаудың небір жолдарын ұсына бастайды. Деньги, да, сколько денег? $1,5 миллиона. Да что, у меня таких денег нет, 1,5 миллиона, вы что? Я же работаю лаборанткой, я сколько получаю-то? Есть пенсия маленькая. Вы что, с ума сошли? Я не накоплю никогда. Сонымен қаржы пирамидалары және жылжымайтын мүлікке және шет елден авто сатып алуға қатысты жылпостық телефон алаяқтары, зейнеткерлердің сенімін таптаушы алаяқтар. Міне осылайша түрлі әдіспен ақшадан айыру елді қыруар шығынға батырады. Жалпы алғанда тек жеке тұлғалар ғана емес, банктер, кәсіпорындар да жапа шегетін алаяқтық кәсіп ауқымы қазір сан түрлі. Пәтерге қатысты, жалға алу, электронды, хакерлік, сақтандырушы, несиелік, валюталық, интернет алаяқтық болып кете береді. Алда барбау тәсілі өзгерістерге, оқиғаларға, технологиялық жаңалықтарға сай жетіліп отырады. Алаяқтар ел мен қоғам көңілін дөп басуға бейім. Ежемесячно в республике регистрируется до 3000. Ай сайын республикада 3000-ға жуық алаяқтық фактілер тіркеліп жатады. Осы уақыт аралығында Алматыда 900-ге жуық осындай қылмыс жасалса, Астанада бұл көрсеткіш 500 шамасында. Бұл қылмыстардың 50% ашылады. Ал Ақмола, Атырау, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Қызылорда сияқты аймақтарда қылмыстың ашылу деңгейі 70-80%-ға дейін барады. Осы жылдың 9 айында полиция 2000-нан астам осы тектес қылмысты ашты. Оның 913-і өткен жылдардан ашылмай қалған қылмыстар. Алаяқтықтың бұлайынша бас көтеруіне ішкі істер орган қызметкерлерінің пайымдауынша алдымен алданғандардың секемсіз сенімі, заңды білмейтін сауатсыздығымен қатар, олардың алаңғасарлығы себеп болса, екінші себепкер қазіргі қоғам құндылықтары мен құрылымы. Әрине, адамдардың сараңдығы мен сауатсыздығы алаяқтар мен жылпостарды қылмыстық жауапкершіліктен арашаламайтыны рас. Әйтсе де, алаяқтық былайша айтқанда беймәлім қылмыс санатына жатқызылады. Өйткені құқық қорғау органдарына алданып қалған жұрттың бәрі де өтініш жазып жатпайды. Дегенмен де, бұл зауалды тамырымен жұлып тастау мүмкіндігі болмаса да, оған қарсы тұрар әдістер бар. Ол қырағылық. Өз салымдарыңызды тек сенімді ұйымдарға сеніп тапсырыңыз. Көз таныстарға ақша бермеңіз. Ең бастысы, есек дәмеге ермеуге тырысыңыз. 3 рет меселін қайтарсаңыз, жылпостың әбігері кете бастайды. Сол кезде дереу оның айтқандарын қайта тексеріңіз.
Бұдан бөлек ешқашан бұзуға болмайтын қағидалар да бар. Құжаттарыңыз қараусыз қалмасын. Тауар немесе басқа да қызмет үшін ешкімнің қолына бермеңіз. Таныстығы шамалы адамдарға құжатты көшірмесін бермеңіз. Өзіңіз туралы толық ақпарат алынатын байқаулар мен лотереяға қатыспаңыз. Қарттар үшін де тиянақты ұсыныс бар. Зейнеткерлер есте сақтау керек алғашқы қағида. Әлеуметтік қызметкерлерде, басқа да мемлекеттік орган қызметкерлерде ақша айырбастау және басқа да ақша операциясымен айналыспайды. Өзіне бекітілген әлеуметтік жұмысшының орнына басқа біреу келсе, телефон арқылы бұл адамның әлеуметтік қорғау мекемесінде жұмыс істейтінін және дәл сіздің мекен жайға жіберілгені туралы білу керек. Барлық азаматтарға, әсіресе жалғызбасты қарияларға учаскелік инспектордың, аудандық полиция кезекші бөлімінің, прокуратураның, әкімдіктің, емхананың, апатты қызметтің, тұрғындарды әлеуметтік қорғау департаментінің телефонын жақын ұстаған жөн. Егер келуші сенімсіз көрінсе, дереу полицияға хабарласыңыз. Алаяқтық бұл алдап арбау арқылы және сеніміне кіре отырып, бөтен адамның мүлкін иемдену немесе бөтен мүлікке құқылы болу. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 177 бабында осылай жазылған. Заң осылай дейді. Есіңізде болсын, әрбір алаяқ алданып қалу керек адамның ұмытшақтығын ескереді.